Бәріңе сәлем, сіздермен бірге Айкөркем. Және де мен өстіп видео түсірмегеніме көп болды, сол сәтте өте өзімді қызық сезініп тұрмын. Жақында бір видео көрген болатынмын, соны қайталап көргім келеді. Осы жерге қойып қоямын, если что, қарап жүріңіздер. Соны мен қайталап көргім келді. Расымен де солай шыға ма, шықпай ма, және де өзімді шынайы, өзімнің көздеріммен көргім келді. Маған қызық болды. Ұзақ созбай бастай берейік. Қалай жасайтынымызды енді көреміз. Бізге баклажка ма, сондай зат керек, немесе торттан қалған упаковка ма. Тағы да басқа вариацияларда қарап көрдім, және де кейбір видеоларда тіпті баклажкадан жасаған болатын. Осы баклажканы қазір біз алып, бөлеміз. Ой. Видеода көргендеріңізде мен мынандай етіп білдіріп алдым. Тағы да басқа варианттарда істеп көргім келіп еді. Менде басқа баклажка жоқ уже. Сол сәтте то, что имеем, то имеем. Мындай мұжырып қойып. Крайларын мягкий етіп па, жұмсақ қылып па. Короче, мынаның қалған заттарын қиып алып, жаңа инстаграмда видеодағыдай істеп көрсек. Енді екінші тәсілге көшсек, әуелі біздің өзінің формасын сызып аламыз, одан кейін қайшымен қиямыз. Сосын баклажканың үстіне бастырып алып, сондайдың төртеуін шығарып, қияп аламыз тағы да қайшыменен. Одан кейін сол төртеуін тағы да өзара скотчпенен біріктіреміз. Короче, менде осындай болып шықты. Осындай зат істеп көргім келді, қызық екен. Жалпы мен екі тәсілді істедім көргендеріңіздей. Бірінші тәсіл кішкене қауіпті, өйткені газ қосасың, пышақ болады дегендей. Ал екінші тәсіл әлде қайда қауіпті емес. Сол жасап көргім келеді десеңіздер, екінші тәсілмен жасағандарыңыз жөн болар, соны кеңес етемін. Сол сіздерге осы видео ұнаса лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына шейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Все, келесі кездескенше. Пока.